Дұрыс инвестиция. Сіздермен бірге Заңгер Шыныбаев Марғұлан бүгін инвестиция туралы тақырып қозғайтын боламыз. Менің практикамда көбінесе адамдар келіп жатыр инвестиция жайлы. Жаңағындай инвестиция салады бір компанияға, миллиондап салады. Осын кейін ол айтатын, ай сайын сен осындай доход алып отырасың дегендей. Уақыт өтеді, 1 жыл, 2 жыл, ешқандай доход жоқ. Одан кейін ол компания банкрот болып кетеді, болмаса мүлдем компанияның адамдары жоқ болып кетеді. Сөйтіп сотқа жүгінеді. Сотқа жүгініп, соттың шешімі шығарып, өндірілсін деп шығарылғанның өзінде компанияның атында ештеңе жоқ. Өндіру мүмкін емес. Яғни бұл не деген сөз? Бұл дұрыс инвестиция емес деген сөз. Яғни өтірік компаниялар бар. Сіздердің ақшаларыңыз тартып алады да, якобы өтірік жұмысты көрсетіп қояды. Бір уақыттан кейін осындай бір буш сразу сіздер ақша аласыздар деп. Бірақ бұнда сеніп қажет жоқ. Мен сіздерге дұрыс жолын айтайын. Негізі инвестиция жасау үшін белгілі бір биржа бар, бағалы қағаздар. Қазақстан Республикасында қазір онда биржа өте аз, оны көп айта алмаймын. Россияда көп, бірақ Қазақстанда аз. Мысалға case.kz. Сол сайтқа кірсеңіздер, ішінде бағалы қағаздар тұрады, акциялар тұрады. Тек қана Қазақстан Республикасының компаниялары емес, шетелдің компаниялары да бар, ол жерде акцияны сатып алсаңыздар болады. Сол жерде биржевой брокер бар. Биржевой брокердің лицензиясы бар. Сол кісімен договорға отырасыздар. Қазпочта ең тиімдісі Қазпочта арқылы счет ашу. Счет ашып қоясыздар. Сол счетпен кейін акциялар сатып алатын боласыздар. Мысалға, Freedom Finance деген сайт бар. Сол Freedom Finance деген сайт арқылы да жаңа сауда жасасаңыздар болады. Яғни осындай официальный, жаңағыдай ресми түрде ашылған сайттар арқылы сауда жасауға болады. Акциямен инвестиция жасауға болады. Ал жай компания, ТО, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, сіздермен договорға отырып, біздің компания ақша салыңыздар, біз деген сіздің ақшаңызды аламыз да, мынандай стройка жасаймыз, мынандай тағы да бір банкке ақша саламыз, мынандай бір тағы да бір проектке ақша саламыз, сол проекттен кейін ақша аламыз. Ақша алғаннан кейін сізге міне осынша ай сайын ақша түсіп тұрады десеңіздер, оған енді сеніп қажет жоқ көп. Өйткені ешқандай да гарантия жоқ сіздің ақшаңыз қайтатынына. Сондықтан оған сеніп қажет жоқ. Одан басқа тағы да акционерлік қоғамдар ашып қою мүмкін. Акционерлік қоғамның ішінде акциялар болады. Ол акциялардың дауыс беруші, дауыс бермеуші акциялар болады. Егер көбінесе дауыс бермейтін акциялар сатып жүреді, дауыс беруші акциялар өздері алып қалады жаңағы компания адамдары. Не үшін? Өйткені в любой момент жаңағыда банкрот қылуға оңайлы да. Олар бәрі дауыс береді, банкрот қылыңдар деп. Сонымен банкрот қылса болды. Сіз ақшаңсыз, ештеңкесіз у разбитого корыта дейді, сөйтіп қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар тағы да бір қазір болып жатқан инвестиция, ол тендер жайлы. Жаңағы тендерный компания бар, бір обычный компания тендерға қатысады. Тендерге қатысады да, тендер ұтып алады, бір айдың ішінде поставка жасау керек. Бірақ оның ақшасы жоқ. Ол не істейді? Ол жаңағындай инвестиционный компания бар, тендерный инвестиционный компания, соларға барады да, ақша алады. А оларға ақшаны кім құяды? Қарапайым адамдар құяды. Сіз сияқты, біз сияқты. Үлкен бір проект жасап қойған, ақшаны бересіз бізге дейді жаңа компания. Біз тендер арқылы күртетеміз оны, баға ақшаның бәрін айналдырып, сізге ай сайын дивиденд беріп отырамыз дейді. Бірақ сіздің гарантияңыз тек қана екеуіңіздің араңызда жасалған договор. Ол договор енді сотқа берсеңіздер де ақша қайтарылмауы екі талай. Сонымен қорыта айтқан кезде сіздерге қандай информацияны жеткізгім келді? Айтайын дегенім, инвестиция жасаған кезде өте мұқият болыңыздар. Шартты тексеріңіздер. Ол компанияның финансовый отчетін тексеріңіздер. Ол компания сіздің ақшаңызды қайда салайын деп жатыр? Жоспар, барлығын тексеріңіздер. Ол компанияның атында мүлік бар ма, жоқ па? Егер сіз сотқа беретін болсаңыз, ол компанияның атында мүлік болса, өндіріп алу оңай болады. А мүлік жоқ болса, не істеп өндіресіздер? Түсіндіңіз бе? Сондықтан, егер инвестиция жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде ол компанияның артын тексеру керек. Артында не бар, қандай адамдар тұр? Ол адамдарды комментариймен гуглить етіп көріңіздер, қандай адамдар олар.
оның адамдар артында басқа сөздер айтып жүрген шығар. Жалпы осы информация айтайын дегенмін. Енді сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Астына лайк басып, комментарий басып, тіркелуіңізді сұраймын. Осындай Қазақи заң каналының дамуына атсалысып көмектесуіңізді сұраймын. Сау саламатта болыңыздар.